Баршаңызға сәлем. Сіздерді қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Бүгін осындай өте дәмді шоколадты құрмалар дайындаймыз. Ең алдымен құрмаларымызды жуып, кептіріп аламыз. Одан соң сүйектерінен тазалаймыз. Менің қолданып жатқан құрмаларым королевский финики деп аталады. Олар көлемі бойынша үлкен әрі дәмді. Құрмаларды тазалап болған соң ортасына жаңғақтарды саламыз. Мен миндальды қолдандым. Алдын ала темперированный шоколадымызды дайындап аламыз. Құрмамызға зубочистканы қадап, шоколадқа батырамыз. Шоколад құрманы толықтай жауып тұру керек. Артық шоколадты сілкіп алып тастаймыз. Зубочистканың орнына шпажкаларды қолданған ыңғайлы. Шпажканы құрмадан видеода көрсетілгендей алып тастайсыздар. Таяқшаны алып тастағаннан кейін оның орны ашылып қалады, оны шоколадпен жауып жібереміз. Шоколадымыз қатпай тұрып, үстінен жаңғақтарды немесе посыпкаларды себеміз. Дәл солай ақ шоколадпен қайталаймыз. Барлығын болған соң шоколадымыз қатқанға дейін тоңазытқышқа салып қоямыз. Шамамен 10-15 минутқа. Енді қалған шоколадтарымызды әсемдейміз. Осымен шоколадтық құрмаларымыз дайын болды. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Міне құрмаларымыз осындай болып шықты. Шоколады қатты қалың емес, және жаңғақтармен дәмі керемет үйлеседі. Шоколадты құрмаларымызды қорапқа салып әсемдейміз. Бұл тәттілерді ауызашарға сыйласаңыз болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса пікір қалдырып кетіңіз және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.